Атақты арыз жазғыз Арысқой Есқали. Берге бер әңгіме бар. Ha? Бергел дейме әңгіме бар. Не дейсің ей, ha? Әкеңнің үйінде тұрғандай. Айғайлап. Айғайлайм? Арыз жазғыз ет тұр не? Жаз. Таң атпай тойып алыпсың ғой, ә? Тойдым. Тойдырындар ғой. Есеке, мен бір нәрсені түсінбеймін де. Мен сұрағанды бердім ғой. Айтқанымды жасадым. Мойында жасадым. Басқа. Сен менің жақсылығымды көрдің. Сен менімен есеп айырсайын деп келген екенсің ғой. Есеке, неге маған дауыс бермеді? Сәбит, ең дұрысы, сен үйге қайтшы. Тұршы. Біз келістік қой. Келістік қой адам сияқты. Неге дауыс бермеді? Айтпай, кетпеймін мына жерден. Неге? Сен қазір сөз тыңдайтындай жағдайда емес. Оланда үйге барып демал. Демал деме. Мен сені кесірден бол ғой, ақым креслодан айырылды, білесің бе? Киігдің! Ей! Сен деп тікіңдейтіндей, жағамнан ұстайтын сен не құрдасың бедің менің? Әкім болғанда қолын ұстауға зар едің, ұратын болыпсың ғой, Әттең мына ауламда тұрсың. Айтпесе ана жағыңды айырып жіберер едім. Айырда көрекпен, айыр. Сен мына мен саған не үшін дауыс бермегенімді білесің бе? Есігің келіп тұрма соны? Сол үшін келдім, айтам. Айт. Сен әкім болғанда ауылдың баласы ғой. Проблеманы біледі. Ауылдың жағдайын түзетеді деп қуанғанбыз. Ал сен жепнеп анау өзіңдің жағдайыңды ғана жақсарттың. Міне сондықтан мен саған сенбедім. Өзім үшін емес, немерем үшін алаңдадым. Осы ауылдың бір адамы сенің қызметіңді мақтады ма? Айтшы. Ешкім де мақтамайды. Өйткені сен ауылдың тоз-тозын шығардың. Әкеңнің. Мен бәне.